Бұл қазақ руханиятының алтын діңгегі ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының тұрған қасиетті шаңырағы. Бүгінде бұл үй тарих пен тағылым тоғысқан музей. Ахмет Байтұрсынұлы музейі Алматы қаласында орналасқан. Бұл жерде ағартушы өмірінің соңғы жылдарын өткізген. Музейде оның жеке заттары, қолжазбалары, фотосуреттері сақталған. Музейге кірген бетте мониторда музейге келіп жүруге арналған 3 тілде Ахмет Байтұрсынұлының өмірбаяны, тіпті композиторлық қыры берілген. Бұл жерде Байтұрсынұлының медальдары мен жарық көрген зерттеулерді көре аламыз. Бұл кабинет жай ғана бөлме емес, ұлт тағдыры шешілген рухани орталық. Үстел үстінде тұрған кітаптар мен қолжазбалар қазақ тіл білімінің алғашқы қадамдары. Әр парақта ұлтқа деген жауапкершілік сезіледі. Ахмет Байтұрсын мұражайының ерекшелігі не? Ерекшелігі басқа музейлерден, бұл жер толып тұрған тарих, алаш ұлт азаттық қозғалысы, алаш қозғалысының тарихы, алашорданың тарихы, оның жетекшілері Ахмет, Бөкейханов, бәрі осы алаш қозғалысының жетекшілерінің өмірі, тарихы осы жерде жазылған. Бұл мәдениет тарихы кітабының кесілген муляжы. Ол мәдениеттің терең әрі көп қабатты екенін көрсетеді. Әр қабат бір тарихи кезеңнен тұрады. Экспонат келушілерге мәдениет бір күнде қалыптаспайтынын, ұзақ уақыт бойы жинақталған құндылық екенін түсіндіреді. Біз бүгін Ахмет Байтұрсынұлының музейіне келдік. Музейдің ішінде көптеген қызықты нәрселер мен көп ақпараттар алдық десек те болады. Ішінде Ахмет Байтұрсынұлының қазақ әліппесіне қосқан үлесі, Ахмет Байтұрсынұлының өмір сүрген кезеңдеріне бір шолу жасап қайттық. Бәрі өте керемет, күшті. Алған эмоциямыз, ақпараттарымыз көп деп айтсам болады. Жұмагулова Сымбат, арнайы журналистика сабағы үшін.